Бұрын мынамен істейтінбіз ғой негізінде. Мынаның бәрін төрт жағын өстіп, қолмен бүйтіп отыратынбыз ғой. Уақытты алады, оның үстіне қолда шаршайды. Қазір енді Аллаға шүкір, Жәннәтул Фирдәус қорына Алла разы болсын. Кесіп болғаннан кейін аған салған уақытта демде ары қарай арасына салып отырамыз да. Жүштікті бір 10-15 минутта кәдімгі бітіп шығады. Құдай тағала тағы да басқа адамдарды осылай істеп кетуіне бәріміз себепші болайық, Құдай қаласа. Нұрболат деген бауырымыз Құтарыс ауыл округінің бас имамы. Өздеріңіз білесіздер, көп имамдарда айлық жоқ. Бұл кісілер енді айлықсыз елге, дінге қызмет етіп келатқан батырлар ғой. Жігіт 8 қырлы, 1 шырлы болу керек дейді ғой. Өрекең Алла разы болсын. Жаңағы ұсталық өнері бар. Өзі әйтеуір итшелеп жоқтан барып істеп жүрген еді. Біз оны көріп, осы станоктарға берейік, бауырымыздың жұмысын жеңілдетейік. Көбірек қаражат тауып жатса, бұл кісілер зекетін береді аямай, садақасын береді. Иншалла. 2000-3000 ға заказымыз бар. Соларды өткізіп жатырмыз. Әзірге мынау екі түрлі. Біреуін негізі мынау ішіне кіргізілген тесіп ойып жасап отырып қой. Бұны 450-ден. Негізі бұрын мынаны істейтінбіз. Ол уақытта біздің станоктарымыз болмады ғой. Мынаған кіргізе салатынбыз. Бұл сапасы төмендеу болады. А бұны 350-ден сондай жасадық. Бір шетінен бағасы көтеріліп жатыр. Бір шетінен енді сапасы жоғары. Бағасы көтеріліп жатыр. Түрі де әдемі екен да, Бұны арнайы өзі болғаннан кейін тәскілеп болғаннан кейін тағы да бір тазалап, одан кейін мынаған кесіп, мынаны кіргізіп, мына шегесін қағып қоямыз да, шығып кетпеші. Бұрын шығып кететін еді ғой. Мынау мығым тұрады екен да, Мынау шығып кетеді. Машалла. Былайша айтқан кезде келіндердің, женшелеріміздің жұмысын жеңілдетіп беріп отырсыз ғой. Белгілі бөлігін садақаға жұмсайсыз. Әрине. Біраз мешіттерге хадия қылдыңыздар. Мешіттерге, садиктерге, больницаларға деген секілді. Өзі арнайы ішіне жасап жатқанымыздың ішіне бөліп тұрамыз. Солардың бәрін беріп, Құдайдың разылығы үшін бұл жерде.